Ринат Рафхат мырза, құқық қорғаушы. Мына сотқа өтініш хат тапсыруға келген, сағат 2-ден бері жүрмін. Мына номерге телефон соғып отырмын. 15 рет соқтым осы уақытқа дейін. Ашпай. 15 рет? 15 рет соқтым мына. 58-80 минут етін номерге. Мен өтініш хатымда әдейі осы қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасына Даулиевке тапсырайын деп, канцелярия арқылы әуежай ісіне байланысты өтіп жатқан сотқа мені қатыстыру үшін. Сағат қазір 4:15 минутқа 1 сағат жарым жүрді. Бұл ғимарат бір сот үшін бүткіл ғимарат жабылды. Бұл енді еңбек құқығын ескермеу, екіншіден менің қызметіме шектеу қою. Бұл жерде сот процесінен тыс кеңсе қызметі бар. Бірақ олар қазір сол кеңсеге, канцелярияға өтінішімді тапсырайын деп келдім. Бір, екіншіден соттың хатшысынан қолына өзім сотайын деп келдім. 2 экземплярын алып келдім, бірақ ашпай тұр. Ешкім шығып жауап бермейді. Басқа азаматтық істер жөнінде келген өтініш хаттарын алып келген адамдар да кіре алмай кетті. Көптеген адамдар келіп кетіп отыр. Менің қызметіме тікелей шектеу бұл. Қалалық сот тарапынан. Демек, түскі үзілістен бері есік ашылған жоқ. Мен сағат 2-де келдім әдейі. Түскі үзіліс 2:30-да бітсін деп жарты сағат бұрын келдім. Ал қазір сағат 4:15 минут қалды, әлі тұрмын. Ешкім шығып түсіндірмейді. Қазір әуежайдың екінші отырысына онлайн үзіліп әрең дегенде 3:30 астанда қосылып жатыр тараптар. Бірақ осы онлайн сот процесі үшін енді кеңсе де басқа да сот алқалары жұмыс істемей отыр деп бағалауға бола ма қазір? Әрине. Бүткіл енді ғимараттың есігі жабық тұрғасын, әлжанды тормен жабық тұрғасын, басқа соттарды да жасап отқан жоқ. Расымен өткендегідей темір тормен тартып қойған, есік жабық, полиция күзетіп тұр. Азаматтар келіп кіре алмай жатыр. Көрсетілген нөмір жауап бермейді, және тек орыс тілінде ақпарат ілінген. Сіз кешіңіз сот ғимаратына келіп бердіңіз? Мінекей, азаматтар сот процесіне келіп, басқа шаруалармен де өкінішке қарай есік тарс жабулы тұр. Яна туатсаңыз, есіңдіңіз? Көрмейді. Деп осындай. Айда, Нан қарат, нан видео құтсық. Көрген сырыс. Қалас Құлсейісов, Нұрлан Дәлібаев. Үшінші азамат кім отыр? Шилібаев. Nasıl C18'in өзі екен ғой. Хатшы қатысушылардың барлығының дыбысын өшіріп тастады микрофонның. Қазір